Сәлем достар, сіздермен мен Алдияр Аружанның ағасы. Бүгінгі видеода сіздерге Қарлығаш тәтеммен болған қызықты оқиғамен бөлісіп айтып берейін. Видео бастамай тұрып лайк басып арнаға тіркеліп кетейікші. Ал мен бастайын. Көптен көрмеген жолдас балалармен кездесіп sıрадан біраз сілтеп алып түн ортасына таман үйге келдім. Есікті ашып кірсем, жарық әлі сөнбеген. Қарасам, Қарлығаш тәте әлі ұйықтамапты. Халатының етегі бір жағына қарай түсіп кетіп теледидар көріп жатыр. Онысынан бір жақ саны жалтырап көрініп тұр. Менің кіргенімді байқамай қалған ба білмеймін, мән бермеді. Теледидар қонақ бөлменің сыртқы есікпен қарама қарсы тұсына қойылған, кіргенде бірден көрінеді. Қарлығаш тәте порно көріп жатыр. Менің кіргенімді енді байқап қалып дереу тымны сөндірді. Ал мен күліп жібердім. Орнынан тұрып бөлменің есігін жаба бергенде мен есікті тіреп қалдым. Ол маған қарап, ішіп алыпсың ғой, перегарыңнан мас болуға болады деді. Бөлмеге мен де кіріп отырдым да, бүгін аға жоқ па деп сұрадым. Ал ол болса, я кешкісін бір туысы қайтыс болды деген хабарды ести сал ауылға аттанып кетті деді. Мен де дереу іліп әкеттім, бәсе көріп отырған видеоңыздан ақ қорқып едім кірген бойда деп әзіл шыны аралас. Қарлығаш тәте деп отырғаным мен тұратын пәтердің хозяйкасы. Ұзын бойлы, арықша келген әйел. Жасы 49-да, ал күйеуі өзінен 18 жас үлкен. Мастықтың кесірі ме білмеймін, мұны бір айтып отырып көңілін көтеріп күлдіріп отырдым. Біраз уақыттан кейін әңгіменің тақырыбы секске ауысты да ол маған өзіңнен кіші қызға үйленбе және денсаулығыңа мықтап қара деді. Неге деп сұрағанымда мына әңгімені айтып берді. Содан кейін де қанша уақыт өтті. Үйде шал жоқ болғанда быт-шыт секс болады. Ойыма не келсе соны іске асырам. Жатқызып қойып та істейін, тұрғызып қойып та істейін, еңкейтіп тоңғайтып, қырыннан дейсің бе, небір позалар кетті. Алдына да бітірем, артына да бітірем, кейде аузына да бітіріп қоям. Ақыры ол квартирадан кетіп тындым. Қарлығаш тәте мені қимастықпен шығарып салды. Ал достар, осымен видео таман. Егер жалғасын тыңдағыңыз келсе, видеоға лайк басып арнаға тіркеліп кетейікші. Сіздермен болған мен Алдияр, келесі кездескенше.